Айбек мырза, мен сізбен келіспеймін. Коррупцияны елімізде толығымен жою дегеніңізге, толығымен жоюға болмайды. Коррупция былайынша келгенде оны мойындау керек, біздің елімізде әзірге керек нәрсе. Себебі коррупцияны қазір толығымен парақорлықты алып тастайтын болсақ, абитуриенттер оқуға түсе алмайды, түскендері ертең сессиясын тапсыра алмайды, сессиясын бірең сараңын тапсырып шыққандары ертең жұмысқа кіре алмайды, жұмысқа кіргені повышениеға кете алмайды деген сияқты парақорлықтың бізде қазіргі таңда қатты керек болып тұрған жерлерде бар. Еліміздің әрбір азаматы өз-өзіне сұрақ қойсын, парасыз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Өмірінде пара берген ба, бермеген ба сұрақ қойсыншы. Адам өз-өзіне өтірік айта алмайды ғой. Сол себепті дайын ба әрі қарай парасыз өмір сүруге? Мысалға, халық дайын емес деп ойлаймын бізде. Себебі ГАИ тоқтатады, атып шығады да, аға келісейікті деп шыға келеді, ауырып қалады, порталға кезекпен тұрып, ретімен больницаға жату деген жоқ, бірден танысыз деп шығады. Садикке де баласын кезексіз өткізу керек, мектепке де жақсы мектепке беру керек. Сол себепті бізде халықтың өзі дайын емес коррупциясыз өмір сүруге. Енді жалпақ тілмен айтқанда емес, тоқтаңыз. Бұл сортқа байланысты, репродукцияға байланысты емес бұл. Қосымша, егерде тұқым дұрыс болатын болса ғана беріледі дедім. Егерде тұқым қажеттілік жағдайында прот корпорацияға Ресей тарапынан қосымша тұқым сатып алып, оны бөлеміз дедім. Аяғына дейін тыңдау керек. Жарай, ұсыныстарыңызды Зерновой союз айтып жатқан тұқымға импортты талқылаймыз, әріптестермен бірге шешеміз ол мәселені. Мен сіздің жауап берейін, мен сіздің баяндамаңызды толық аяғына дейін тыңдадым. Мен сізге айтып жүрмін, сіздің ұсынып жатқан агроэксперттікке бар жатқаның ол да уже саланы түсінбеуі. Сондықтан да мен сізге айтып жатқаным, сіз маған мұндай менің мекемем қандай бірінші, екінші деп оны айтып жүрмеңіз. Мен сізге айтатыным, кішкентай шаруаға да дұрыс тұқым керек. 5-6 репродукция емес бұл мәселе, сортосмешение мәселе бұл жерде. Құрметті әріптестер, эмоцияға түспейік, біздер мұнда енді ұрысу үшін келген жоқпыз қой. Біздер енді жаңа мәселелерді шешу жолдарын талқылайық. Нам надо перестать бояться вот этого объявления ЧС, потому что ЧС это, тек қана Алладан ғой, ол бізден емес, адамнан емес болса. Сондықтан да ЧС-ті төтенше жағдайды жариялауға қорықпау керек. Төтенше жағдай деген ол өздеріңізге де берілетін ертең енді құралдар ғой. Содан оттай қорқамыз. Асылхан мырза, биылғы жылдың болары болды. Келесі жылды ойлау керек. Келесі жылға қаражатты көбейту керек. 80 миллиард емес ол, 80-дің екісі көбейту керек. Кем дегенде бір 200 миллиард теңге ақша беру керек. Содан кейін мына шаруалардың бәрін, фермерлердің барлығын астығын қаяқ өткізем деген проблема болмау керек. Соның бәрін мемлекеттік жағдайда сіздер азық-түлік қауіпсіздігін сақтайтын бас мекемесіздер ме? Сіздер де жұмыс істеулеріңіз керек. Ауыл шаруашылық министрлігімен мына келісімшарт корпорациясы бірігіп өкіметтен талап жасау керек. Мына келесі жылдың ойлап, мына қаражаттың бәрін шешудің амалын жасауларыңыз керек. Ол мен байқаймын, мына жерде көп лауазым жігіттер барсыздар. Бірақ та біз мәселе фермерлер ырыз емес мәселе сіздердің тіректеріңізге. Ол бір-бірімізді жамандасақ, ертең қазақшасын айтқанда жатқа қор боламыз. Сондықтан әрекет жасау керек. Қаржы министрлігіне сұрақ. Сіздер мемлекет басшысының, өкімет басшысының берген тапсырмасын сөз видеоға салмай, ұзақ уақытқа созбай, анау жаңағы көктемде біз баяғыда хат жазатынбыз, бесенеден год кормит деп. Сол айтқандай, бір күн шаруаның жылға азық, сондықтан сіздер 10 күн, 20 күн келісімге келеді, департаментке лақтырған әңгіменің бәрін қою керек. Мемлекетте тәртіп болу керек. Сіздер мұна айтқан мәселені бүгін Әлихан Асханның жаңағы қаулыға қол қойды ма, сіздер ертең орындауларыңыз керек. Жатпай түрмен, күлмен бәрін түгендеп жинап, мұна халықтың шаруаларының тағдырымен ойнауға болмайды. Осы мәселені жылдам шешу керек. Сіздер байқаймын, мынау шешілді, жаңа сіздің берген баяндамаңызға байланысты, әлі көреміз, жинаймыз, тексеріп жатырмыз. Ондай әңгіме болмау керек. Шешілген қаулы, қарар орындалу керек. Сондай мемлекеттік тәртіп. Сонда халықтың билікке деген сенімі үлкен артады. ЧС-қа байланысты екі мәселе. Жамбыл облысы мен жаңағы Павлодар облысы бұл адами фактор. Сіздерден өтініш, құрметті парламент. Сол екі жерде де адами қате кеткен үшін біздің қазір бюджетіміз, шаруаларымыз қыруар қарызға батып ұрынып жатыр.
Оның біріншісі жағы дұрыс келісімшарт Қырғызстанмен жасалған жоқ, екіншісі Нұржан мырза айтып отырған, ол нақты. Жағы Павлодар облысының суарылатын лимандарына су дұрыс жеткізілген жоқ. Мен оны біреудің бүгін басын шауып емес, ендігі жылы болашақта бұл үшін сұралатын үшін біз принципиалды түрде осы екі ЧС-ті жіктеп, талдап, әрбір өкілетті органның, әрбір мекеменің жағы талдауын жүргізуіміз керек. Оны жүргізетін сіздер ғана, парламент қана, басқа ешкімнің қолынан келмейді. Өкімет өзінің қолын өзі шаппайды. Как будет обеспечена защита персональных данных граждан и кто в соответствии с законодательствами стран будет иметь к ним доступ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Соглашение предусматривает, определяет конкретный перечень персональных данных, как я уже сказал в своем выступлении. Они будут передаваться по защищенным каналам средствам связи. Также определены условия отказа, как я уже отметил, отказа исполнения запроса. То есть это в данном соглашении прописано. Доступ к сведениям будет иметь только компетентные органы и компетентные лица. Міне, осы коробканың ішінде тұр мына жерде. 8,5 қап. Барлық осының саяжайға қатысты. Әлихан Асқанұлы. Тұрмысы тұралап қалған. Біздің бюджеттен бір тиын көмек көрмейтін, Алматының айналасында тұратын 500 миллион адамның өтінішін көтерейін деп отырмын. Бұны үндеу деп қабылдасаңыздар да болады, өйткені жағдай күрделі. Мен осы жақында Алматы облысының ірі аудан барлығын аралап шықтым. Мыңдаған тұрғынмен кездестім. Енді мына көп кеп түскен хаттар, соның мына 8,5 хатты арнайы осы жерге алып келдім. Сенбесеңіздер көздеріңізше көрсетейін. Бір мәселеге қатысты. Міне, осы коробканың ішінде тұр мына жерде. 8,5 хат. Барлық осының саяжайға қатысты. Қонаев қаласы, Қарасай, Еңбекші Қазақ, Талғар, Жамбыл, Іле ауданының өзінде қазір кемінде 674 саяжай бар. Тұрғындардың саны 500 мыңға жақындаған. Және бұл деректің өзінде нақты айту өте қиын, себебі азаматтар тұрғылықты мекенжай бойынша тіркеле алмаған соң қайтеді. Жәрдемақы алу үшін, мемлекеттік көмек алу үшін барлығы Алматыға барып тіркеліп жатыр. Алматыда жұмыс істейді, салықта сол Алматыға құйылады. Мына облысқа саяжайға қону жату үшін ғана келеді. Халық қыс жазы тұрғынжай етіп отырған жүздеген саяжайда не мектеп жоқ, не балабақша жоқ, қоғамдық көлік қатынасы жоқ, медициналық жәрдем көрсету, асфальт та жоқ, пошта да жоқ, байланыс пункттері, әлеуметтік қызмет инфрақұрылымы, әлеуметтік нысандар атымен жоқ. Электр қуатына дейін қазір жекенің қолында, 2 есе тарифпен төлеуге мәжбүр. Оқу жылы басталғалы балалар бірнеше шақырым жердегі мектепке балшықпен барып, кейде иттерге таланып жатыр. Айта берсеген мұндай мысалдар өте көп. Қысқасы жүздеген отандастарымыздың сұрап отырған ауыл статусы. Өйткені енді елді мекенге статус бермейінше әкімдікте барып біреудің үйіне суда тарта алмайды, жолда сала алмайды. Ал енді статус берейін десе, оны барлығын қайта өзгертуіміз керек. Ана жолдарды кеңейту керек, пожарный машина кіретіндей қылып. Оған миллиардтаған ақша керек екен тағы белгілі. Және бұл мәселе келгенде біздің үкіметте басын ала қашады. Сондықтан біз үкімет жедел әрекет етіп, саяжай мәселесін шешуге арналған нақты ауқымды бағдарлама әзірлеуді талап етуіміз керек. Құрметті әріптестер, депутаттар бәріміз. Өйткені бұл 10 мың, 20 мың емес, 1 миллион адамның мәселесі. Қайталап айтам, бұның арты үлкен әлеуметтік шиеленіс қалып келуі мүмкін. Ашығында бұл тек қана Алматы облысы ғана емес, байтақ Қазақстанның әр төңірегіндегі түйнек. Тезірек қолға алмасақ болмайтын мәселе. Енді заң жағынан өзіміз бастамашылық жасауға дайынбыз. Өз тарапымыздан аталған мәселені бақылауға алып, қоғамдық талқылау жасайтын боламыз. Құрметпен Аманат партиясының депутаттары Мақсат Толықбай, Жанарбек Әшімжан. Қалайсыздар, сұхбаттан шығып келе жатырмыз. Қазір сарапшылар президенттің ақш-қа сапарын талқылап жатыр ғой. Бірақ біз мына бір дүниеге жеке тоқталғанымыз жөн сияқты. Білесіздер, енді солтүстік Европаның бірқатар елдерінде Құранды өртеу, Құранды жерге таптау сияқты біраз актілер болды ғой. Артынша мұсылман елдері шулады, митингке шықты, пикеттер өтті, қарсы мәлімдемелер жасалды. Бірақ одан не өзгерді? Менің айтайын деген, кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев мұқым дүние жүзіндегі мемлекет басшылары бас қосатын Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы мінберінен осы қасиетті Құран сияқты кітаптарды вандализммен құқықтық түрде қорғауымыз тиіс деген мәлімдеме жасады. Және Біріккен ұлттар ұйымының аясында байқасаңыздар, біраз шетелдік ақпарат құралдары жазып жатыр. Қазақстан мұсылман әлемінің қорғаушысына айналды деп. Енді шындығында Құранды қолдау жолында
қым қуат заманда кейбір мұсылман елдерінің өзі Біріккен ұлттар ұйымының жоғары мінберінен ашық айта алмай қолдарынан келмей отырған дүние ғой. Сондықтан президенттің кешегі әсіресе мына Европа елдеріне қарата жасаған мәлімдемесін меніңше батыл қадам деп айтуға болады.